Талғар маңынан денесі табылған Нұрқанат Ғайыпбаевтың өліміне қатысты сот-медициналық сараптаманың алдын ала қорытындысын жариялады. Сот-медициналық сараптаманың алдын ала болжамы бойынша 9 желтоқсанда Талғардың шетінде табылған 30 жастағы ер адамның майыты өзін-өзі асу арқылы механикалық асфиксия нәтижесінде болғанын көрсетті. Денесінде зорлық-зомбылық сипаттағы белгілері жоқ делінген хабарламада. Сарапшылар барлық белгілердің суицидке сәйкес келетінін айтты. Сарапшылармен анықталған дене жарақаттары, мысалы, странгуляциялық және мойынның абразиялары асылған жіпті қолданған кезінде пайда болатын жарақаттарға сәйкес келетінін көрсетті. Барлық белгілер өзіне қол жұмсауды көрсетеді. Мойындағы зақымдану сипаты мұндай жағдайларға тән мастоидтық процестің және желке мен құлақ аймағындағы абразияға ұқсас іздер келіспен пайда болуы мүмкін делінген ақпаратта. Шерзаттың бауыры Перизаттың қайғылы жағдайынан кейін отбасы қиын кезеңді бастан өткерді. Қауіпсіздік мәселесі барлығымызды алаңдатты. Осыған байланысты біз оларға қолдау көрсету үшін жаңа үй сатып алдық. Бұл үй тек баспана ғана емес, ол жаңа өмірдің бастауы. 6 баланың батыр анасы Перизаттың қолдауы болған сіздер. Бұл қадам олар үшін жай ғана баспана емес, болашаққа деген сеніммен жаңа өмірге қадам басуға мүмкіндік береді. Қоғамдық бірліктің маңыздылығын көрсету үшін осындай жағдайда қолдау көрсету әрқайсымыз үшін маңызды. Біз Перизаттың отбасына қиын сәтте көмек көрсетіп, оларды жалғыз қалдырмайтынымызды білдіргіміз келеді. Бұл бастаманы қолдаған барлық жанашырларға алғыс айтамыз деп сүйінші жаңалықты белсенді Дінмұхамед Қаматай әлеуметтік желідегі парақшасында жариялаған болатын. Лифтте 5 жастағы баланың бетін тірелеп тастаған жасөспірімнің қазір қайда екені белгілі болды. Ол қазіргі уақытта күшейтілген режимде бақылауға алынған. Астана қаласының мамандандырылған ауданаралық тергеу сотының 2025 жылғы 12 ақпандағы қаулысына сәйкес 2010 жылы туған жасөспірімді тергеу шаралары кезінде денсаулық сақтау жүйесінің мекемесіне, яғни психиатриялық стационарға орналастыру түріндегі қауіпсіздік шарасы қолданылады, деді бала туралы бала құқықтары жөніндегі уәкілі Динара Закиева.